Залым түлкі. Бір күні арыстан ұйқыдан жаңа оянып есіне отырса, алды бұрып түлкі келеді. Сәлеметсіз бе арыстан аға, әдейі іздеп келдім дейді. Жайма деп сұрайды арыстан. Арыстан аға, сонау қаралы таудың ар жағында балбырап тұрған бау бар. Бұдан шыға берісте көк орай шалғын сай бар. Сол сайдың бойында мыңғырып жайылып жүрген сансыз көп қой бар. Қасыңызға біраз нөкерлер ертіп алып барсаңыз, шіркін-ай, шылқамайға бір кенелер едік-ау, мынауың ақыл екен дейді қарны ашып тұрған арыстан. Сол қойларға тезірек жетейік, қасымызға кімдерді алсақ екен? Жүректіден жолбарысты, білектіден аюды, қарулыдан қасқырды алайық дейді түлкі. Өңкей батырлардың ортасында бір қорқақты да керек болар, қоянды да ала кетейік. Арыстан түлкінің тілін алады. Сөйтіп арыстан, жолбарыс, аю, қасқыр, түлкі, қоян жолдас болып сапарға шығады. Кешке қарай орманның ашықтау бір алаңқайына жетіп, түнемекші болады. Арыстан қан талаған серіктеріне бір шолатта, ай, қарнымыз ашты ғой, не жейміз деп ақырады. Сонда түлкі арыстанның алдына келіп, қол қусырып тұрып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, арыстанға кім тисін? Аю біздің жолын би, жолын биға кім тисін? Қасқыр біздің қабан би, қабан биге кім тисін? Түлкі біздің тімен би, тімен биге кім тисін? Қоян біздің қойымыз, қойымызды сойыңыз. Қарындар ашып отырған аңдар қоянды тарпа бас салады. Сол күні қоянды бөліп жеп, барымен базар десіп жатады да, ертеңіне тағы да жолға жүреді. Күнімен демалмастан жүріп, кешке қарай демалуға бір сайдың басына тоқтайды. Арыстан түлкіге қарай бұрылып, қарнымыз ашты, не жейміз дейді. Түлкі қол қусырып тұра қалып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолын би, жолын биға кім тисін? Қасқыр біздің қабан би, қабан биға кім тисін? Түлкі біздің тімен би, тімен биға кім тисін? Аю біздің қоңыр қой, қоңыр қойды жықта сой. Түлкінің сөзін естімен, жолбарыс аюды алып атып ұрып жәкемдей бастайды. Төртеуі аюдың етіне тойып алып, ұйықтайды да ертеңіне тағы да жолға шығады. Төртеуі қас қарая бір өзеннің жағасына тоқтайды. Арыстан тағы да үйреншікті әніне басып, ой, қарнымыз ашты ғой, не жейміз дейді. Сонда түлкі орнынан ұшып тұрып былай депті. Арыстан біздің ағамыз, ағамызға кім тисін? Жолбарыс біздің жолын би, жолын биға кім тисін? Түлкі біздің тімен би, тімен биға кім тисін? Қасқыр біздің қасымыз, бүгін жейтін асымыз дейді. Түлкі сөзін аяқтасымен ақ жолбарыс қасқырды жарып салады. Таң ертең тағы да жолға шығады. Күнімен жүріп отырып, кешке қарай бір таудың етегі де жетеді. Сол арада түнемекші болады. Үшеуі үш жерде шоқиып отырады. Сол кезде дәндеген арыстан тағы да түлкіге қарап, ой, қарнымыз ашты ғой, не жейміз дейді. Түлкі арыстанның арғы жағына шығып, қол қусырып тұрып былай дейді. Арыстан біздің ағамыз, арыстанға кім тисін? Түлкі біздің тімен би, тімен биге кім тисін? Жолбарыс бізге жол азық, бүгінгі таңға мол азық. Осы сәтте арыстан ағаң жолбарысты бас салады. Жолбарыс тыпырлауын қойған кезде түлкі де келіп терісін сыпыруға кіріседі. Екеуі жолбарысты жеп болып ұйқыға кіріседі.
Таңертең екі дос арып ашып таудың басына өрмелеп шығады. Арыстан салақтап шаршап тұрса, түлкі бір биік шыңның басына келіп, «Арыстан аға, тезірек бері келіңіз» деп шақырады. «Не болды?» дейді. «Төменде қаптаған көп қой жайылып жүр». Ентігіп арыстан жетеді. «Қане?» Түлкі алақанын шапалақтап, «Жап жақын тұр, әнекей, секірейік, кәнекей, әп» дегенде арыстан шыңнан секіріп кетеді де, тастан тасқа соғылып, қызыл жаса қан болып мертігеді. Мұны көрген түлкі, «Арыстан аға, дос едік қой, өлімтігіңді қарға құсқа жем қылмайын» деп арыстанның терісін сыпыра бастайды. Осылай залым түлкі өзінің арам пиғылын іске асырады.